хабарласып отыр ма сонда олар? Иә, бүгін осы жатсағат қандай статьямен қамайын деп отыр сені? Маған экстремизм бабы бойынша іс қозғаймыз деді. Мен айттым, мен бармайын дедім. Жоқ, оған қандай дәлел бар екен? Сен экстремист, террорист болып тұрсың ба сонда? Иә, маған айтады, біз құқық қорғау комитеті бойынша сенің бүкіл видеоларыңды қарадық. Сен біздің еліміздің патшасына ауыр тіл тигізіп отырсың, халықты көтеріліске шақырып отырсың. Біз осы орайда сені қылмыстық іс қозғайық деп жатырмық. Ертең келуіңді сұраймыз деген кезде мен айттым, келмеймін деп. Не үшін? Бізде біздің Қазақстан, сен оларға сұрақ қойшы. Біздің Қазақстанда экстремизм, терроризм ұйымы анықталған ба? Жарияланған ба дүние жүзі бойынша? Ол жағында мен сұрақ қойдым. Олар нақты жауап бере алмай тұр. Бере алмай, себебі Қазақстанда экстремизм, терроризм ұйымы жоқ. Олар жала жауып отыр. Жала жауып отыр. Сотап атқандардың бәріне жала жауып отыр. Міне, Айкапке осы орайда не үшін мен сіздерге көмек сұрап отырмын? Біздің билік әділетсіз екенін бүкілі біледі. Бірақ үндемейді. Мені қазір алып бар ғой, түрмеге. Істеместен қамай салса да бар ғой, бұлар істей алады. Бұл сондай оңбағандар, өз халқына оқ атқан оңбаған патшаның сілімтіктері бұл, қызметкерлері. Сондықтан ағайын, аузымызды жапқанменен тілімізді ешкім кесіп алмайды. Жаппай, қазақ боп, мынау тілімізді, елімізді құтқарып алу үшін ағайын біргетін кез келді. Атқа мініңдер. Мынау қазақтың жастары біргетін кез келді. Мынау не бәле? Тиктоктан шықпайсыңдар. Тыңдағандарың анау қазақтың қыздарын шешінгендеріне мәсіңдер. Ол дүние сендердің намыстарына тию керек ағайын. Осындай қазақтың жігіттері мен қазақтың қарындастарымыз намысын қайрау үшін шыққан ақындарды қудалап жатыр ағайын. Сондықтан мен сіздерден көмек сұраймын ағайын. Егер мен ертең жоқ болып кететін болсам, мені соттаған сатқын Тоқаев кінәлі ағайын. Мен өлгеннен қорқпаймын. Елім үшін жаным пида ағайын. Қазір өліп кетейін. Мен ағайын, мен айтайын, мені түрмеге жапса да, мен ешқашан өз сөзімнен айнымаймын. Біздің Қазақстанда халық кедей, халықта дым жоқ. Жердің бәрін сатып тастаған, орысқа да, Қытайға да, қазақтардың бәрін орысша сөйлетіп қойды. Қазақ өз тілінде сөйлей алмайды. Ал өз тілінде сөйлей алмаған қазақ үшін тұрып бере алмайды ағайын. Сондықтан жастар, ояныңдар. Сендерді бодан қылып жатыр. Қайтадан кеңес одағындай бодан қылып жатыр ағайын. Сендерді патша алдап кетті. Сондықтан оянатын кез келді ағайын. Мен қамап тастасын. Мен дымым кетпейді. Халқым үшін жаным пида. Ертең тарихтың беттерінде қара беттердің аты анық жазылатын мен білем ағайын. Сондықтан мен мынау эфир ашып ап, роза үшін өлең ақитын ақын емеспін. Мен қазақтың ақыны болғым келеді. Халықтың ақыны болғым келеді. Намысымды ешқашан жерге жықпаймын ағайын.